Eski emxana. Бұл оқиға түнде Юка есімді бір қыздың бөлмесінде телефон қоңырауынан басталды. Осындай уақытта кім звондайды? Ұйқыдан оянып, қыз ашуланып трубканы алды. Алло, бұл кім? Алло, Юка, бұл мен, Майоми, деді қыздың құрбысы. Даусы үріккен. Оның Тору деген жігіті қиын жағдайға түскені туралы жылап айта бастады. Тынышталып барлығын ретімен айтып берші, деді Юка. Құрбысы не болғанын айтып берді. Біз Тору екеуміз қаланың шетіндегі елестер бар қараусыз қалған емханаға барғанбыз. Сол жерге келген бойда өзімді жайсыз сездім. Бізге сыртымыздан біреу қарап тұрған сияқты болды. Мұнда қалу қауіпті, тезірек кетейікші, деген менің сөздеріме Тору мән берген жоқ. Керісінше, ол бір түрлі болып, менен қаша бастады. Содан кейін жабық тұрған есікті тауып алып, сонда кіруіміз керегін айтты. Құрбының сөздерінен Юканың еңсесі түсіп кетсе де, ол әрі қарай тыңдай берді. Мен оны тоқтатуға тырыстым, бірақ мені тыңдамады. Келген бетте Тору мүлдем басқа болып өзгеріп кетті. Қараңғыдан маған тік қарап тұрды. Мен оның түрінен қатты қорықтым. Ал Торумен не болды? Деп Юка құрбысынан сұрады. Білмеймін. Мен қорқып қашып кеттім. Саған келуге болады ма? Мен бұл жерде қалғым келмейді, деді Майоми. Жақсы, келген соң толығырақ түсіндірерсің, деп ол құрбысын жұбатты. Терезеге қараса, қатты жаңбыр жауып тұр екен. Рахмет, Юка. Маған бұл жер ұнамай тұр. Мұнда қараңғы және қорқынышты. Әзер дегенде шықтым ау. Әй, маған кетуге болады ма? Кетуге болады ма? Деп трубкаға Майоми айқайлай бастады. Оны естіген Юка құрбысы үшін уайымдады. Күтпеген жерден біреу есікті бар күшімен қаға бастады. Ей, Юка, сен үйдесің ба? Есігіңді ашшы. Майоми қиналып жатыр. Деп есіктің ар жағынан Тору айқайлап жатты. Біз батылдығымызды тексерейін деп, қаланың шетіндегі қараусыз қалған емханаға барғанбыз. Барған сәтте Майоми күлт өзгеріп кетті. Ол емхананың түбіне қашып кетті. Мен оны ұзақ іздеп, түсініксіз бөлменің ішінен таптым. Фонарикпен бетіне жағып едім, түрі өзгеріп кеткен. Маған кетуге болады ма? Юка қатты қорқып кетті. Қайсысы шын, қайсысы өтірік айтып жатқанын түсінбеді. Қолында ұстап тұрған телефоннан Майомидің «Маған расында кетуге болады ма? Кетуге болады ма?» деген дауыстан кейін байланыс үзілді. Юка, өтінемін, есікті ашшы. Мені кіргізші деп Тору есікті қағып жатты. Қыз қорқып тұрса да есікті ашып. Тору, сен мені кешірші. Маған жаңа ғана Майоми қоңырау шалып, дәл осы әңгімені айтты. Маған кетуге болады ма?